барлығымызды турап бір жерге тығып қойған несі, кішкене кеңдеу ыдысқа салса қайтеді. Мына пияздың аштысына көзімді әбден аштып бітірді. Айтпаш, барлығымызды турап тар бір жерге тығып тастады ғой. Сені қоя берші, мен айтсаш, мынау добалдай капустаның астында езіліп бітті шаруам уже. Білмеймін қашан тамақ істейтін, или бұл кісіде барлығын турап бөлек қою деген әңгіме жоқ ой дейма? Ыдыстарың жоқ па или вообще? Аштам, барлықтардың көздеріңді аштам әлі. Менсіз тамақтың істелмейтінін білесіңдер ма? Если что, ең бірінші мені қуырады. Әлі тұрамыз бір жерде тығызылсып. Қайта рахат емес пе? Жылынып тұрасыңдар, жаурамай. Қатинка, сен мені қашан турайсың? Или вообще турамайтын болсаң, мен морозилкаға тығып тасташы. Мына пияз деген білмеймін, бітірді менің шаруамды уже. Не болды барлықтарыңа улап-шулап? Аспай тұрмыз осы бір орында. Еш нәрсе жоқ. Очередтеріңді күтіңдер, барлықтарыңды по очереди қуырады. Бірінші пияз кетеді, содан кейін ет, сен кетесің. Сәбіз, одан кейін сен кетесің, содан кейін барып мен кетемін. Қатинка, қақта жүрсің? Ертерек мені ашып, тазалап, жуып, шайып қойшы. Надоел уже кір болып жүрген. Бізде тап-таза болып жарқырап тұрайық та. Ет мырза, асықпаңыз. Сізді қазір пачақ-пачағыңызды шығарып, тарсылдап турап тастаймыз, если что. Картошка мырза, сізде асықпаңыз, сізді де қазір жалтыратып тұрып тазалаймыз.